Күн баршаңызға. Бүгін мясной пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай салқын сары май керек болады. Үккіштен өткізіп, ұнымызды осылайынан біріктіреміз. Ұнымыз бен майымызды әбден біріктіргеннен кейін барып, айранымызды бір ыдысымызға салып, үстінен сода бір қасық, одан кейін барып тұзымызды салып, біріккен араластырамыз. Осылайынан шет жағын ортасын үстіп тесіп аламыз да, одан кейін барып айранымызды құямыз. Одан кейін бірге бір кеткі болған қамырға билейміз. Мен жұмыртқа қосуды ұмытып кеттім. Айранға жұмыртқа қосасыздар. Одан кейін барлығын бірге араластырып болғаннан кейін барып осылай қамыр илейсіздер. Мен кейін қостым жұмыртқаны. Бір тау жұмыртқамызды қосып, қамыр илейміз. Өте жұмсақ болады, ол қалыпты, оны қосудың қажеті жоқ. Екіге бөлеміз да, одан кейін барып, начинкамыз дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Холодильникке салғаннан кейін барып, начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі сәбіз, картошка және де пияз. Картошкамызды осылай видеодағындай төртбұрышты қылып турап аламыз. Кішірек қылып турағандарыңыз дұрыс болады картошканы. Одан кейін барып жуамызды ұсақтап төртбұрышты қылып тураймыз. Пісірген кезде жаңағы барлығы бірдей болып пісу үшін барлығын біркелкі турайтын боламыз төртбұрышты қылып. Одан кейін сәбізімізді үккіштен өткізіп, фаршымызға қосамыз сәбізді, картопымызды, пиязымызды, тұз қосамыз. Одан кейін қызыл, қара бұрыш, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Дәміне қарай сұйық май қосыңыздар, сосын кішкене су қосыңыздар. Жаңағы сочный болып тұру үшін су қостым. Холодильниктен қамырымызды шығарып, жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен осылайынан жайып шығамыз видеодағындай. Осындай қалыңдықта болу керек. Формамызға осылайынан салып аламыз. Басқа формаларда болады. Өздеріңіздің қандай формаларыңыз бар, сондаймен жазсаңыздар болады. Менде диаметрі 28. Оқтаудың көмегімен осылай шет жағын алып тастаймыз да, шанышқымен өстіп тесіп аламыз, көтеріліп кетпес үшін. Одан кейін жаңағы дайындаған фаршымызды саламыз. Толтырып салсаңыздар да болады осылайынан. Одан кейін бетіне тағы да қамыр жайдым оқтаудың көмегімен. Дәл сондай қалыңдықта жаясыздар. Қамырды холодильникке салып алғандарыңыз дұрыс. Онсыз осылайынан жаятын боласыздар. Жайып болғаннан кейін жаңағы бетін жабамыз начинкамыздың. Артыққы жаңағы қамырды осылай оқтаудың көмегімен тағы да алып тастаймыз. Одан кейін жаңағы ішіне ауа кіру үшін осылайынан тесіп шығамыз пышақтың көмегімен. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, міндетті түрде осылайынан кесіп алыңыздар. Дұрыс піспей қалуы да мүмкін еткені. Одан кейін макс сеуіп 180 градуста қызып тұрған пеште 45-40 минутқа пісіріп алдым. Осындай қоңырқай болған кезде алып шығыңыздар, өте дәмді болады. Және де жұмсақ, сочный, күшті болып шығады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.